Бұл Алматы маңындағы Қарасай ауданына қарасты Шамалған станциясы. Біз мұнда не істеп жүрміз? Өнерпаз іздеп жүрміз. Қарапайым ауыл топырағына аунап өскен қара бала Жандәулеттің үйіне қонаққа келдік. Талантты тас жарар баланың достарымен, үй ішімен танысуға жол тартқан болатынбыз. Ендеше бойына жетіп өнер дарыған жеткіншектің ойын білейік, өзімен сұхбаттасайық. Эфирде жаңа жоба «Өнерпаз болсам». Жастарға арналған әнші балапан Ғұмыр Дария, жұлдыз болғың келсе байқауларының бас жүлдегері, шекара сыртындағы Ташкентте өткен талантты балалар, Грузияда болған Golden Argo 2019 жобаларының жеңімпазы Жандәулет Әділбаев. Жігітке жеті өнерде аз, модельдік, әншілік, әртістік секілді талантты бойына дарыған біз іздеген өнерпаз осы. Түрлі марапаттар, алтын медальдер. Бұл бүгінгі өнерпаз болсаң жобасының кейіпкері Жандәулеттің алған марапаттары, сыйлары. Бұл туралы біз кейіпкердің өзімен сөйлесіп, толық танысайық. Жандәулет, қош көрдік. Бүгін бізді қош келдіңіздер. Мендегі ақпараттар бойынша сені әнші, актер әрі модель деп дәлелдеген екен. Дегенмен осы үштіктің арасында өзіңе ең жақыны қайсысы? Әрине, ең басында бастаған ол әнші ол өлең айтып бастадым. Өзіме сол жақындау, басқалардан қарағанда. Олар кейін жаймен шыға бастады, басқа өнерлерім. Сол. Әншілік дедің, осы марапаттарының ішінде енді алғаш әннен бастадың, демек сенің алғашқы жүлдең де сол саладан болса керек. Алғашқы жүлдең туралы айтайықшы, мына жақта көп екен, нақты қайсысы алғашқы жүлде еді? Не? Бұл менің ең алғашқы жүлдем. Бұл қандай сайыс? Ел тірегі елбасы атты, осы біздің ауданда болған, мәдениет үйінде болған, мен ең алғаш қатысқан жарысым. Енді алғашқы жарыста бірден жақсы орын алдым деп айта алмаймын. Төменгі орындарды алдым басында. Сосын ары қарай жақсы дәрежелерге жеттім. Бізде жұмыс процесі деген түсінік бар, әншілікте де әртүрлі қандай да бір әнді жазу үшін түрлі процестерден өту керек. Жалпы осы жұмыс процесі саған ұнай ма? Несімен қызықты? Ұнайды. Басында осылай мама айтады, осындай конкурс болайын деп жатыр, байқау болайын деп жатыр, қатысасың ба дейді. Сосын, қандай өлең, қандай тақырып, осындай тақырып, осы ақынның нелерін айтасың, сондай дейді. Ойланам, ұстазбен ақылдасам, өзім мынандай әндер айтып көрем, осы әндер қалай деп. Ұстазым айтады, осы өлеңді айт дегендей. Сол әнге дайындалам, 1-2 апта, 2 аптадай дайындалып, сосын байқауға барып, орындап келем. Солай. Енді өзің қай жанрда ән тыңдағанды, ән айтқанды ұнатасың? Басында сол кішкентай кезде, енді еңді бастап келе жатқан кезде, өзіме патриоттық әндер, рухани кішкене, сондай патриоттық әндерді айтып бастадым. Кейінне қарай кішкене заманауи, кішкене хит әндерге тыңдап бастап, соларды айтып жүрдім. Дарынды бала үйдің жалғызы. Болам деген баланың бетін қақпа, белін бу деген аталар ісін жалғаған анасы Замира оған барынша қолдау көрсетіп жүр. Түрлі үйірмелерге қатыстырып, сабақтан тыс уақытын тиімді пайдалану үшін қолдан келгенін аянып қалмайды. Өзі медицина саласында қызмет етсе де, баласының өнер жолын таңдағанына дән риза. Себебі Замира апайдың бала арманы әнші болу еді. Ол менің жалғыз балам. Мінеки өмірде өз орнын ақырындап тауып жатыр деп үміттенем. Жүлделері бар, марапаттары бар. Ол әрбір алған марапат үшін қаншама еңбектер, маңдай тер, оған талпыныс, уақыт. Жандәулет өте ақылды, зерек,
бір нәрсені тез қағып алады, көп нәрсеге қызығады. Ол кішкене бала кезінде солай болған. Қабілеттігін мен өзім 3 жасынан байқағам. 3 жасынан байқадым. Ол көрген затты сыртынан қарап уже сол затқа қызығады. Соны байқадым өзім. Одан мектепке барғаннан кейін қатарларының алдында ерекше болды. Адамдармен сөйлесуі жақсы, мектепте өзін ұстауы жақсы. Ол жағын бір күндері бізді музыкалық ағай сабақ беретін 5-ші класс болып қалғанда сол кездері мені мектепке шақырды. Сонда барғанымда ол ағай айтқан, осы балаңызда бір нәрсе шығады. Сіз осы баланы оқытып кішкене жан-жақтама көрсетсеңіз, бір жол жорық көрсетіп, ары қарай уже баланың талантын өзіңіз байқайсыз деп. Сонда қуанғанмын. Осындай ән айтып не қылған уақытында мен өзім көзіме бірінші сахнаға шыққан айтқанда көзіме толқу болып қуанғаннан жылап жібергем. Бүгінде Жандәулет Шамалғандағы Жаңа Қазақ орта мектебінің 9 сынып оқушысы. Қарапайым мектептен тәлім алып жүрсе де, өзгелерден дарынымен дараланып, мектеп мақтанышына айналған. Жандәулет біздің қазір 9 сыныптың оқушысы. Негізі біздің мектебімізге 7 сыныпта келді. Енді Жандәулеттің келуінің өзі біз үшін үлкен тарих. Оның жаңағы қазақта сөз бар ғой, бұлақ көрсең көзін аш деген. Оның негізгі бұрын ағайы қазіргі осы мектепте педагог ұйымдастырушы Жарас ағай алып келді. Сондықтан ол кісінің осындай баланы жетектеп, осындай өнерге қанат қағуына үлкен көмек, үлесі зор деп ойлаймын. Сол кімді, Жандарбегімізді 7 сыныпта Жарас ағайының көмегімен осы біздің мектепке ауысып келді. Енді Жандарбек өздеріңізге де белгілі шығар, үлкен жоғарғы Ресейдің, осы өзіміздің республикалық Алматы қаласының көптеген байқауларына қатысып, жүлделі орындарға ие болып жүр. Сонымен бірге қазір сән әлеміне қатысып, өзінің модельдік жаңағы өнерінде бағалап жүр.
Өнер мен оқуды ұштастырған Жандәулеттің әншілік бағытта жетістікке жетуіне үлесін қосып жүрген тәлімгері де бар. Ұстазы алғаш баланың талпынысын байқап, бүгінде кәсіби білімін шыңдауға атсалысып жүр. Жандәулетпен мен бұл мектепте алдын басқа мектепте істеп жүрген кезде, сол мектепте мұғалім болып жүрген кезде 4-ші сынып, 5-ші сынып еді, сондай еді Жандәулет. Сол кезде таныстық Жандәулетпен. Жандәулеттің сол музыка сабағында ән айтқызып, дауысын байқап көрдім, содан ата-анасын шақырттым. Ата-анасын шақыртып едім. Сөйтсем бөтен емес екен, өзіміз бұрыннан танитын кісілер екен. Сонымен баланы осылай дайындап шығарса жақсы әнші болатынына айттық. Сонымен бала ата-анасы қарсы емес. Сонымен концерттерге, іс-шараларға, байқауларға қатысып, қазір Жандәулет осындай деңгейге жетті, Аллаға шүкір. Енді 7-ші сыныптан бастап осы мектепке ауысып келіп жатыр. Жаңа басшымыз да айтты ғой. Енді кішкене карантиннің кезінде байқауларымыз тоқтап қалды. Бұлай бүкіл көптеген байқауларға, республикалық, халықаралық байқаулардың бәріне қатысып, жаман емес, жүлделі орындармен оралып жатыр. Бұл өзінің табандылығының арқасында, өжеттілігінің арқасында осы талмай дайындалатын және берген тапсырмаға жауапкершілікпен қарайтын, кез келген ән болсын, ой ағай мен мынаны айта алмаймын демейді, керісінше ағай менде мынандай ән бар еді, мынандай ән көрейік деген сияқты, өзі басқаша әндер іздеп деген сияқты, өзіне жанына неге қажет екенін, неге қалап тұрғанын өзі білетін бала. Жандәулетке енді өнер жолы жалпы оңай емес. Өнер жолы ылғи да прогресс, даму үстінде, өзгеріс үстінде, жаңа сіз айтқандай, қандай өзгеріс, жаңаша деп жатсыз ғой. Сонда жаңаша өзінің орнын осы жалпы ән әлемінде өзінің орнын тауып жатса қуаныштымын. Енді соған талмай, қажымай еңбек етсін, өссін, тек қана алға қарасын, елінің алғысын алып, ата-анасының үмітін ақтап, үлкен азамат болсын дейміз. Өз орнын, Абай атамыз айтады ғой, сен де бір кірпіш дүниеге кетеген тақта бар қаламыз. Сол сияқты осы өмірден өз орнын тауып жатса біз қуанамыз. Ұстаздың жетістігі сол, шәкірті жетістікке жетіп жатса ұстазы қуанады. Әншіліктен бөлек Жандәулет келісті келбетімен бір қатар журналдың мұқабасынан көрінген. Жеткіншектерге арналған сән апталығына қатысып, арнайы марапаттарға ие болған. Мұның барлығы өнерпаздың өзгелерден оза шапқанын байқатады. Содан болса керек, жас модель сән саласында да өз қолтаңбасын қалдырғысы келеді. Модельдік саладағы ең алғашқы, ең бірінші осы журналға шықтым. Бұл қандай журнал, не туралы жазады? The Best Kids дейтін Instagram желісі арқылы таптым. Осыған ұсыныс тастадым, сосын олар шақырды, кейін қатысып. Сен мұқабасындасың, ішінде айтылған ба, қай бетте? Бар. Қай бет ішінде бар. Әділбаев Жандәулет, осы ғой? Осы модельдік неден сахнаға шығып, өнер көрсетіп, киімдер көрсетіп, ең алғаш жеңгенім мінекей осы тәжім болды. Бұл жерде бірінші орын алдым, осы Алматы қаласында өтті. Алматы Молл дейтін сауда орталығында кереметтей жиын өткізді. Осы ең алғашқы. Бұл модельдіктен, Кейде өмір жолы мен өнер жолының жігі ажырап, бір-біріне сәйкес келмейтін екі ұғымға айналып жатады. Сол секілді Замира апай ұлы өнерде емес, басқа саланы таңдаса да, өмірлік тұмары болуға әзір. Кез келген шешіміне қолдау білдіріп, әрдайым бірге болам дейді. Ол кезде мектепте патриоттық, 1 сентябрьде бізде байқау болды. Қарасайский районда мектептер арасында болды. Вот сол жерге шығып, өзін көрсеткен уақытта сахнада өзінің ерекше даусымен көрсетіп ән айтқанда, мен өзімді шын айтамын, 7-ші әлемде сезіндім. Баласы бәйгеге шапса, ана үйде отырып тақымын қысады. Замира апай сұхбат барысында Жандәулеттің орындауындағы ана туралы әнді алғаш естігендегі ішкі сезімін айтып, толқынысын жасыра алмады. Біз де сол әнді естігіміз келіп, Жандәулетке қолқа салдық.
Ана сен бақыттысың жыламағын, жай түсіп жатқанда да құламадың. Тәңірің мен едім ғой сұрағаның, сондықтан жыламағың. Бармын ғой, тірімін ғой, қасыңдамын, өлмеймін мен өзіңдей асылдамын. Таусылып өз-өзіңнен шашылғаным, байырғы берекеңді қашырмадың. Бармын ғой, тірімін ғой, қасыңдамын, өлмеймін мен өзіңдей асылдамын. Таусылып өз-өзіңнен шашылғаным, байырғы берекеңді қашырмадым. Мен сенің қанып құсқын ғой көз жасына, өзің кепіл тұтпасып тозбасыма. Екі жыр жазсам саған бірін арнап, ана деп жаздым ылғи сөз басына. Тәңірім кеше көрсең кесірімді, аспанға жазам сенің есіміңді. Ана сен бақыттысың тербетебін, құба талдан иілген бесігіңді. Таудай талап, бармақтай бақ бұйырған, қатарынан дара туған өнерлі баланың мақсат айқын, арман асқақ. Бұған біздің көзіміз жетті. Өнерің өрге жүзсін өнер.